Баршаңызға сәлем. Бүгін үнді халқының ең атақты тәттісі жалеби дайындаймыз. Ең алдымен үлкен ыдысқа ұн саламыз, қамыр қопсыққыш, яғни разрыхлитель, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Айран құямыз, аз-аздан суды қоса отырып, видеода көрсетілгендей араластырамыз. Бір келкі қоймалжың масса дайындаймыз. Мінекей біздің массамыз осылай болып шығады. Бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта сироп дайындаймыз. Кастрюльге шекер саламыз, су құямыз. Отқа қойып, шамамен 7-10 минут қайнатамыз. Қайнаған сайын сироп қоюлана түседі. Дайын болған сиропты міндетті түрде суытып аламыз. Кондитерлік қапшыққа қамырды құямыз. Мен ыңғайлы болу үшін банкаға кигізіп алдым. Барлық қамырды осылай құйып шығамыз. Табаға май құйып қыздырамыз. Кондитерлік қапшықтың ұшын кішкене қиып аламыз. Видеода көрсетілгендей қамырды сығамыз. Әдетте үнді халқы осындай дөңгелек формасында жасайды. Қаласаңыздар басқа формада құюға болады. Жасалуы жалпы өте оңай, құрамы да көргендеріңіздей қарапайым. Шын мәнінде ерекше тәтті болып шығады. Міне қамыр сыртқа ағып кетпес үшін осылай ыдысқа салып тұрамыз. Екі жақ бетін қызартып қуырамыз. Дайын. Енді тек сиропқа малып аламыз. Міндетті түрде салқын сиропқа салып аламыз. Егер ыстық болса, жалеби жұмсарып қалады. Сондықтан да суыған сиропқа саламыз. Мінекей біздің жалеби дайын, өте керемет көрінісі, жылтырап тұр. Шын мәнінде ерекше, қытырлақ әрі жұмсақ. Мен тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңізге де, балапандарыңызға да ұнайтындығына сенімдімін. Шайларыңыз тәтті болсын, сіздермен болған Аянат.